Сәлем достар. Біз кешкісін балаларды серуендетіп ойнатуға алып шықтық. Біздің үйдің қасында бұнда ешқандай ойнайтын жер жоқ. Сол себепті 3-4 километр машинаға мінеміз да өстіп алып келеміз. Кішкене жақынырақ бар, бірақ ол жерде тура жолдың бойы болғаннан кейін балалар машинаға жүгіріп кетуі мүмкін. Сол себепті қорқамыз. Қазір біз келген жақта өте күшті балалар мүлдем жоқ ойнайтын бұл жерде. Біз өзіміз ғана жүрміз. Бізге үйге қонақ келген, қонақтарымызбен бірге келдік. Осы площадканың қасында осылай күшті су ағып жатады. Ағынды суға ұзақ уақыт қарап тұрсаң, барлық негативтерден тазарасың деді ғой. Пробкамен үйімізге қарай қайттық. Балаларды ойнатып, шаршатып, өзіміз де шаршап келе жатырмыз. Бұйырса ертең барлығымыз тауға демалысқа шығамыз. Соны ойластырып келе жатырмын. Ойша продукттың составын жасап, қандай тамақ жасаймыз деп. Міне біз тауға келдік. Аман-есен. Өте керемет, осындай су ағып жатыр. Енді мына судың ағысын айта алмаймын. Қандай керемет. Барлығымыз жолдан шаршап келіп, осындай қазақ үй арендаға алдық. Пицца, суши алып алғанбыз. Жол жөнекей балалардың қарны ашып қалған болғандықтан өстіп келе салып жеп алдық. Енді балалар ойнап бастады. Біз орналасып жатырмыз. Қазір самаурын аламыз, қазан аламыз, шашлык пісіреміз. Тауға тамақ жеу үшін ғана емес, демалу үшін де келу керек қой деп демалып жатырмын мен осылай. Қазақ үйдің шыққандай керемет. Мен бала кезден арманым осындай есік алдыңға қазақ үй қою болатын, бірақ қазір енді өзіміздің үйіміздің ауласы өте тар болғандықтан ондай күшті үлкен қазақ үй қоя алмаймын, бірақ болашақта тапчан қоямын. Міне ауа райы керемет болып тұр. Елкаларға қарасаң көзің тоймайды ғой. Ағынды суға өстіп арбуз, су соқтарымызды салып қойдық. Су деген мұздай өте қатты суық, прям сүйегіңнен өтетіндей суық болып тұр ғой. Жігіттер суға бір-бір түсіп алды. Енді самаурынмен шай шектеп, самаурын жағып жатырмыз. Өте керемет демалыс болып жатыр. Барлығын ұнап жатыр. Бұл жерде свет жоқ екен. Свет бар болса, енді ночевкамен қалуға болатын еді. Свет жоқ болғандықтан қала алмаймыз. Өйткені енді тау болғанмен дегенмен де қарақұрт, кене болады. Свет жоқ болса тағы да шөп-шіркей еш нәрсені көрмейміз. Балаларды бір нәрсе шағып ала ма деп қорқасың. Сол себепті қонбай, қараңғы батқан кезде қайтамыз кішкене. Тамағымызды жеп, самаурынмен шай ішіп алып, осылай серуендеп, жаяу жүріп қайтайық деп шықтық тауға. Күшті демалыс болып жатыр. Сіздерде міндетті түрде қыс келмей тұрып, осылай демалып алыңыздар. Міне қараңғы батып кетті уже. Қазір біз қазақ үйімізге барып, ақырындап үйімізге қарай жиналамыз. Бәріміз улап-шулап, суретке түсіп, қызықты әңгімелер айтып, таудан түсіп келе жатырмыз. Балалар шаршамайды ғой. Балаларды шаршатайық деп біраз жаяу жүргіздік. Осымен біздің демалысымыз аяқталды.